Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар? Қазақ әдебиеті сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Оралхан Бөкей Тортай мінер Ақбозат хикаясы. Бағалау критерийлері: кейіпкерлер қарым-қатынасын бағалай алады, отбасылық құндылық тұрғысынан талдай алады, әдеби эссе жаза алады. Қызығушылықты ояту. Қымбатты оқушы, мен сіздерге Тортай мінер Ақбозат хикаясынан бір үзінді оқып бергім келеді. Мұқият тыңдайықшы. Бұл дүниеде мен пір тұтар, сырласар жалғыз-ақ нәрсем бар. Ол кітап. Әкем де, шешем де сол кітап. Кейбірін 2-3 қайтара жалықпай оқып шықтым. Жалғыздығың, жетімдігің бәрі ұмытылып, басқа бір жұмақты өмірге сапар шеккендей боламын. Әттең, жағдай келсе, оқуымды одан әрі жалғастырып, Алматыға аттанар едім. Шынымды айтайыншы, кітап жазып, жазушы болғым келеді. Қалай ойлайсыз, бұл қай кейіпкердің сөзі, және ол неге осындай ой түйді? Ойланып көрейікші. Рахмет. Енді жауабымызды салыстырып көрейік. Бұл Тортайдың сөзі. Кітапты пір тұтып, ата-анасындай көруі, бір кітапты қайталап оқуы, оқуға деген құлшынысы, жігері Тортайдың кем тұсын жауып тұрғандай. Ал жалғыздық, жетімдік дегенді кітап оқып жеңетін Тортайдың көкжиекке көз тігіп қиялға шомған сәттегі ойы. Қымбатты оқушы, сенің де ойың осы жауапқа ұқсас болғанына сенімдімін. Жарайсың. Келесі тапсырма: ойды аяқта әдісі бойынша. Әке-шешең іздеп жүрер, үйіңе қайт. Тортай, сен түбі сол Ақбозатқа мінесің, дедім мен шын көңіліммен. Күз жақындап, фермадағы барлық бала жайлаудан ауылға оқуға аттанғанда, тау басында бұзау бағып, жападан жалғыз. Кетерімде ол маған ең сүйікті кітабын сыйлап тұрып айтты. Тапсырманың дескрипторы: шығарма мазмұнын біледі, аяқталмаған сөйлемдерді жалғастырады, өз ойын білдіреді. Тамаша. Енді ойланып көрсеңіз, құрметті оқушы, жауабымызды салыстырып көрейік. Өзіңді тексер. Әке-шешең іздеп жүр, үйіңе қайт. Қорықсаң мен шығарып салайын деген сөзінен, әсіресе қорықсаң деген оның ағалық пейілін көруге болады. Жандары кітапқа құмар жас жеткіншектердің арманында ерек. Тортай, сен түбі сол Ақбозатқа мінесің, дедім мен шын көңіліммен. Ал мына үзіндіден досқа деген шын көңілді, Ораштың Тортайдың рухын көтеріп, оған үміт беріп, жігер сыйлағанын көруге болады. Күз жақындап, фермадағы барлық бала жайлаудан ауылға оқуға аттанғанда, тау басында бұзау бағып, жападан жалғыз Тортай ғана қалған. Әрине, мен оны қимадым, қиналдым. Өзімен бірге ала кететін шаманың жоқтығына жыным келді. Ең зерек досының ауылда қалып, оқуға бармай қалғанына жаны ашып, қолдың қысқалығына налуда. Соңғы сөйлем: кетерімде ол маған ең сүйікті кітабын сыйлап тұрып, мен үшін де оқы. Бәлкім, мен міне алмаған Ақбозатқа сен мінерсің. Осы сәттен бір-бірін қимасын, әрі досқа артылған үлкен үмітті көруге болады. Арманындағы Ақбозатын өзі менбесе де досына қиған Тортайдың ақ жүректілігі байқалады.
Салыстыру кестесі. Құрметті оқушы, салыстыру кестесі бойынша сен Тортай мен Орашты салыстырып көруің керек. Тапсырманың дескрипторы. Автор мен кейіпкердің көңіл күйін анықтайды. Отбасылық жағдайын анықтайды. Автор мен кейіпкердің қарым-қатынасын анықтайды. Автор мен кейіпкерлердің тағдырын сипаттайды. Жарайсың. Бұл тапсырманы орындау саған еш қиындық туғызбайтынына сенімдімін. Келесі тапсырма. Жоспар құру әдісі. Қымбатты оқушы, эссе академиялық бағытта жазылатын шағын шығарма. Эссе сөзі француз сөзінен шыққан. Эссе белгілі бір тақырыпқа қатысты мәселені талқылауға, түсіндіруге бағытталады. Әдеби эссе жазуды бастамастан бұрын біз жоспар құру әдісі бойынша, хикая желісі бойынша жоспар құрып көрейік. Бұл тапсырманың дескрипторы шығарманың мазмұнын түсінеді, жоспар құрады. Рахмет. Сіз қандай жоспар құрдыңыз? Жауабымызды салыстырып көрейік. Өзіңді тексер. Кіріспе. Тортай жетім. Негізгі бөлім. Тортай және ауыл балалары арасындағы қарым-қатынас. Тортайдың тағдыры, өмірде қалыптасуы. Қорытынды. Тортай үлкен азамат. Жарайсың. Мен саған сенемін. Әдеби эссе. Қымбатты оқушы, енді әдеби эссе жазуға кірісейік. Шығармаға кейіпкерлер қарым-қатынасын отбасылық құндылық тұрғысынан талдау жасай отырып, әдеби талдау эссесін жазыңыз. Әдеби эссенің дескрипторы. Эссе құрылымын сақтайды, әдеби талдау эссесін жазады, сауатты жазады. Қымбатты оқушы, білгенің жөн айдарымен мен сізге эссенің түрі әдеби эссемен таныстырғым келеді. Қазақ әдебиетінде жиі жазылатын эссе түрі әдеби эссе. Әдеби эссенің бірнеше түрі бар. Ол әдеби талдау, әдеби сыни эссе, әдеби синтез эссесі, әдеби дәлелдеме эссесі, әдеби салыстырмалы эссесі, әдеби шығармашылық эссе. Эссе жазушы оқиғаның мекені мен мезгілін, кейіпкердің жай күйін, сезімін сезініп, жаңа оқиға тудырып жазады. Шығармаға талдау жасай отырып, бүгінгі жазатын эссеміз әдеби талдау эссесі. Әдеби талдау эссесін жазу саған еш қиындық туғызбайтынына сенімдімін. Рефлексия. Рефлексиялық нысана. Белсенді қатыстым, қызықты болды, түсінікті болды, жаңаны білдім. Жауаптарыңызды WhatsApp чатқа жіберулеріңізді өтінемін. Әдеби талдау эссесін Classroom платформасына жүктейсіздер. Келесі кездескенше күн жақсы болсын. Сау болыңдар балалар.